Сүйінші хабар. Ақштың Орландо қаласында өткен халықаралық олимпиадада астаналық оқушылар жоғары нәтиже көрсетті. Әлемнің 22 елінен 400-ден астам оқушы қатысып, ғылым мен инновация бағытындағы білімдер сарапқа түсті. 7-ші сынып оқушылары Жан Дәулет, Амангелді, Әли Ертай және Сүлеймен Мергенбаев Do it yourself санатында үздік танылып алтын медальға ие болды. Қош келдіңіздер, жігіттер. Ал, көңіл күйлерің қалай? Ақштан кеше орала салып, бүгін студиямызға тартыпсыңдар, я? Қалай жеттіңдер? Өте күшті, бізге ақш өте ұнады. Біз енді оған мүмкін қайтарамыз. Әлде білмейміз. Қайтып барасыңдар ма, бармайсыңдар ма, соны білмейсіңдер ма? Бірақ біз барғымыз келеді. Барамыз деп айтыңдар. Негізі менің ойымша іштегі ниет барамыз болу керек. Сондай ниетте болсаңыздар, міндетте барып, менің ойымша тек қана ақш емес, басқа да елдерге барып, біздің еліміздің осылай керемет білімдерін дәлелдеп, осындай медальді иеленіп қайтуларыңызға біз шын жүректен тілектеспіз, жігіттер. Рахмет. Мойныңдағы медалдарды айтып берсеңдер. Осы алтын медаль ол конструктордан болған. Ал осы екі бронза ол біреусі жасылынан, біреусі математикадан болған. Бірден үш тақырыптан медаль алып келгеніңе біз қуаныштымыз. Қайсысы қиын болды? Қайсысы математика өте қиын болған. Өте қиын болған. Конструкторда өте қиын болған. Сол конструкторда 22 ел қатысқан, ол Таиланд, Қытай, сосын Филиппины, Румыния, Албания, солар сондай сияқты елдер қатысқан. Біз үйде баламызбен кейде лего құрастырамыз ғой. Мен екінші ұлым легоны жақсы көреді. Мына қазір лего деп жатсыздар, қанша деталь, қанша өзі детальдан құрастырасыздар сонда легоны? Әлде бір шартты бірдеңкені сіздер жинап шығу керексіздер? Біз марсаходты жинағанбыз. Пульт арқылы ол жүрген. Алдына, артқа, сол жаққа, оң жаққа. Тамаша. Сенің мойныңдағы медаль? Менің мойнымдағы бұл деконструктор, бұл математика. Менде. Сізде де дәл солай ғой? Менде мынау natural science, мынау математика және мынау лего. Неше сынып оқисыңдар? Біз 7-ші сыныпты оқимыз. Осы жарысқа дайындық барысы туралы айтсақ, қанша уақыт кетті? Өте көп уақыт кетті. Біз мектепте оны отырып, барлығын қайталағанбыз. Жетекшілерің кім сендердің? Арнұр аға. Тек қана Арнұр ағаның біліммен ғана осы жетістікке жетіп отырсыздар ма, әлде басқа да ұстаздардың білімдерінің пайдасы тиді ме сіздерге білімдеріңізге? Менің әкемнің пайдасы да тиген. Дәл қазір сіздерде мүмкіндік бар, рахмет айтып қалуға. Рахмет. Камераға қарап, өздеріңіздің ұстаздарыңызға, жетекшілеріңізге рахмет айтуларыңызға болады. Мектептегі достарыңызға да сәлем айтып қойсаңыздар болады. Жақсы, бәрін қысқа қайырады екенсіңдер, армандарыңды айтыңдаршы. Менің арманым бұл хаджға және Меккаға баруға және өз ата-аналарымды әлемге азамат ету. Тамаша. Менің арманым Қазақстанды көтеру, Қазақстанды барлық еліне таныту. Қандай мамандықпен таныту? Жалпы мамандық, қандай мамандықты танып жоспар бар ма? Мен осындай маман болам деген. Өскенде кім болғыларың келеді? Мен ұшқыш болғым келеді. Менің арманымды алып қойдың сен. Сіздердің жігіттер? Инженер әлде айтишник. Мен математик боламын. Қазақстан әлемге күрсетем. Арманың қандай? Қазақстан әлемге күрсету, математика және математика. Айтыңдаршы, дәл осындай жарыстар, олимпиадалар сендерге не береді? Неге қатысқыларың келіп тұрады? Себебі бұл медальдар бізге болашақта университеттерге бару үшін олар бұл медальдарға қарайды. Сіздер бірден болашақты ойлап жатқан жігіттерге қалай шапалақ соқпайсың?
Мектепке барып үлгердіңдер ме? Мен кеше мектепке барған едім. Қалай қарсы алды? Мені жақсы қарсы алды. Мені Плакатпен бәрінен бүйтіп қарсы алды ма, барлықтарын күтіп алды ма, гүл беріп қыздар деп жоқ па? Поклонницаларың пайда болған жоқ па мектепке қарсы? Сендер үшеуің бір мектепте оқымайсыңдар ма сонда? Бір мектепте оқисыңдар. Бір сыныпта, әлде әртүрлі? Сен неғып бармадың? Сен неғып сен ғана бардың мектепке? Әлде үшеуің де бардыңдар ма? жоқ біз екеуміз бармағанбыз, өйткені біздікі рейс таңғы болған сол үшін. Бөлек рейстермен ұшып келді. Сәлем оқушылар. Менің есімім Айгүл. Жасанды интеллектпін. 22 елден келген қатысушылармен салыстырғанда ең жоғары бәсеке қай бағытта болды деп ойлайсыздар? Жаңағы жарыста. Ең қиын жарыс Ең қандай? қиын бағыт қандай болды? Математика шығар. математика олимпиаданы жазған кезде өте қиын болған. Мектептің бағдарламасынан айырмашылығы бар ма екен? Былай қарасақ бар, бірақ былай қарасақ жоқ. Қалай қараған айтып бере қойшы. Соны түсіндіріп мүмкін болса. Біз мектепте басқа темаларды өтеміз, ал олимпиадада басқа темалар болған. Қиын болды, иә? Иә, қиын, бірақ сонша емес. Сонша емес. Уақыт Сенімділік өзіне онша емес. Уақыт жетпей қалды. Ал сендер өтпеген, білмеген дүниелеріңді қайдан оқыдыңдар, қайдан Мектепте білдіңдер? оқымасаңыздар, иә. Біз өзіміз кейбір кездерде егер түсінбесек, соны біз үйде оқып, сосын тағы да мектепте үйде оқып болған соң, келесі күнге біз ағайдан сұрайтын едік. Керекті тапсырмалар ұқсастығы. Ағаймен бірігіп бары қарай сол келген тақырыптың бәрі дамытамыз дейсіздер ғой. Енді болашақта басқа да елге барып олимпиадаға қатысуларыңа ой бар ма? Олимпиадаға қатысуға ойларыңыз бар ма? Бар, әрине бар. Иә, бар. Дайындық бірден басталып кеткен жоқ па, кешіріп отыр. Әлде демалайық дедіңдер ма келгеннен кейін? Білмейміз, бірақ мүмкін біз жазда әлі неосайнсқа қайтарып келеміз. Тамаша. Жігіттер, келгендеріңе рахмет. Сіздерді медальдарыңызбен, жетістіктеріңізбен, жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Бүкіл халық сіздерді құттықтап жатыр. Расында да осындай біздің талантты жастарымыз біздің еліміздің биіктеуіне 100%